Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін Селкөл халықаралық университеті мен Шымкент қалалық жастар ресурстық орталығының бірге қолға алған жастардың айтары бар жобасының қонағы Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, журналист, жазушы, биылғы 60 жылдық үлкен атаулы датаның мерейтойдың иегері Күлия Айдарбекова. Қош келдіңіз, әпке. Күн нұрлы болсын. Әпке, енді жалпы бүгін сізбен үлкен бір мәдениет саласын шамам жеткен тұсқа дейін шолып шығуды мақсат еттік. Олай болса, алғашқы сұраққа көшейік. Мәдениет дегеніміз не? Біз оны қалай түсінуіміз керек? Мәдениет мынау деп бір сөзбен жеткізу мүмкін емес. Себебі ол өте ауқымды. Мәдениет ол барлық саланы қамтыған. Мысалы, жаңа отбасының мәдениеті, әулеттің мәдениеті. Бұл мәдениет ол біздің тарихымыз, ол жалпы түркі бабаларымыздың тарихы, мәдениеті. Мәдениет ол әр салаға қатысты. Мәдениет пен білім егіз деп айтуға болады. Егіз ұғым негізі. Мәдениет ол, біз мәдениет десек тек ойлаймыз, мына өнер ордасы, ән мен би, күй мен терме деп. Ол да бар мәдениеттің ішінде. Бірақ дегенмен оқу мәдениеті бар, спорт мәдениеті бар, жаңа сіздің музейлеріңізді аралап көріп жатырмыз. Бұның барлығы мәдениет. Адамның мәдениеті, сөз мәдениеті, тілдің мәдениеті. Жалпы бір шеңберге мәдениетті сыйғызуға мүмкін емес. Ол себебі жаңағы барлық біздің тіршілігімізге, болмысымызға қатысы бар мәселе мәдениет. Мәдениет, Чехов айтпақшы, бұл сұлулық, бұл әдемілік. Мәдениетке жаңағы білім де кіреді. Адамның ойы, санасы, бұл да мәдениет. Сөзіңді, ойыңды жеткізу, бұл тілдің мәдениеттілігі, байлығы да. Жалпы айтсақ, мәдениеттің араласпайтын қатысы жоқ, тіршілік жоқ деп айтар едім мен. Әрине, жаңа бір сөзіңізде адамның мәдениеті деп қалдыңыз. Енді айтыңызшы, адам мәдениетінің мүддесі не? Мынау адамды көрген кезінде сөйлеспей-ақ оның мәдениетін тануға болады. Мынау жаңағы киім киісінен, жүрісінен, өзінің тұруынан. Мысалы жаңағыдай сұп-сұлу қыз, шашын жайып алған қызымыз, қазір жаңағы сағызын шайнап тұрып, ана жерге түкіре салса, ол қандай мәдениет? Жалпы бір оқиға еске түсіп жатыр. Алматы қаласында Тасмағамбетов әкім болып тұрған кезінде бір қыз пісте шағып отыр екен. Жаңағы шағып отырған несін урнаға тастамай, айналасын шашып отырған қасында жас жігіт бар екен. Сонда Тасмағамбетов, ол енді мүмкін болған, болмаған шығар, болмаса бұндай әңгіме шықпас еді ғой. Сонда қасына барып тұрып, Иманғали ағамыз айтқан екен, мен саған айтар, мына қызға үйленбе деп. Жігітке айтқан? Иә, жігітке айтқан, мына қызға үйленбе деп. Себебі болмысы көрініп тұрды. Жалпы мәдениет дегеніміз ол жаңағы өзіңнің ұядағы алған тәрбиең. Ол сенің жаңағы тегіңмен келе жатқан, сені көрсететін, сені сөйлетпей-ақ, сені танытатын сенің мәдениетің. Мәдениеттің не екендігін топшылап алды. Өркениет дегеніміз не? Өркениет дегеніміз ол жаңағы алға ұмтылу. Мынау мысалы адамның өзі болмысына қарай Алла тағала әр адамға әртүрлі бір қасиет береді. Ол Алла тағаланың берген сыйы. Бірақ оны дамыта келе, өркениетті елдің мынау мәдениетін көре келе, адамның өзінің талпынысы. Мынау жаңағы берген қасиеттен басқа, мынаның барлығы еңбекпен келеді. Алға жылжу, өзінің еңбегімен жалпы мақсат адам өзіне қойса, сол мақсаты өзі жетелеп келеді. Өркендеуге, қанат бітіруге, өзін мойындатуға, дәлелдеуге. Енді мәдениет пен өркениеттің арасын айырып алды. Қараңыз, Европа мәдениеті, немесе Америка мәдениеті, немесе шығыс мәдениеті, батыс мәдениеті деп жатамыз. Иә, бөлінеді сол. Иә, біздің де өзіміздің, Қазақстанның өзіндік бір қалыптасқан мәдениеті бар. Енді, бірақ біз көп жағдайда басқа мәдениетке
басқа мәдениеттің бағасын жоғары беріп жатамыз. Енді айтыңызшы, мәдениеттің бағасы немен өлшенеді? Жалпы мәдениеттің бағасы өлшемі неде? Өлшем бірлігі бар ма, қандай да бір? Бұл енді өте бір күрделі сұрақ та. Бұны таңнан кешке дейін, кештен таңға дейін талқылай беруге болады. Жалпы мынау тарихтан хабары бар адамдар, мынау қазір біздің тарихымыз осы уақытқа дейін бұрмаланып келді. Шынайы тарихымызды біз аяғына дейін әлі де парақтап бітіре алмай жатырмыз. Бірақ егер біз қазіргі бар мәліметтерге сүйенетін болсақ, ең мәдениеті жоғары халық ол біздің ата-бабаларымыз болған. Сондықтан жаңағы түркі бабалардың мәдениеті деп айтылатыны да, ұлы даланың мәдениеті деп айтылатыны да сол. Біз өзіміздің мәдениетімізді білмегеннен кейін, ол парақтардың бәрі жабулы болғаннан кейін, біз еліктегіш халық болып кеттік. Біз сол жаңа ғана батыстан келген лас мәдениетті негізі жаманның бәрі тез тарап кетеді ғой, мына жаман ауру сияқты. Сол сияқты біз жаңа өзіміздің мәдениетімізді ұмытып кеткеннен кейін, оны толық білмегеннен кейін, мынау аш көзге, аш адамға ананың барлығын бүйтіп дайындап алып келгеннен кейін біз соны сіңіруге тырыстық, соған ұмтылуға тырыстық. Бірақ дегенмен қазір енді барлық ақпарат ашық. Біздің кім екеніміз, тегіміз кім екен, біз қайдан келдік. Мынау жаңағы маған мен жүрген жерімде ылғи да айтамын. Асқар Сүлейменов деген біздің жерлесіміз, керемет философ, жазушымыз, сол айтқан екен, адамзат маймылдан жаралса жаралған шығар, өз басым жылқыдан жаралдым деп. Біздің тегіміздің, жалпы біз қазақ жылқыға қарыздармыз. Сол жылқының арқылы азықтанып, бізде тектілік өте биік. Неге бізге қазір бәрі қызығады? Неге бізбен жаңағы түптес жаңағы түбіміз бір деп барлығы айтқысы келеді? Себебі біздің ата-бабаларымыз сондай болған. Мықтылықта, мынау жаңағы өркениетте, мен жаңа жақында ғана кітабым жарық көрді. Соның бір белгісі қазақтың қызының Сынау бейбарыстың заманында қазақ даласынан барған қыз бір мемлекеттің жаңағы қайраткерінің рөлін атқарып, сондай биікке шыққан ана. Жалпы біздің мәдениетіміз болмаған десе бас изей беріп, сендердің жаңағы жазба мәдениеттерің болмаған, сендер кітап білмегенсіңдер, әріп танымағансыңдар деп айтса, бәріне бас изей беруге болмайды. Біз ондай емеспіз. Мынау жаңағы қазіргі раскопка жүргізіп жатқанда да қаншама дәлелді сол Сынау жаңағы бірнеше ғасыр, 10 ғасыр бұрынғы, мысалы жаңағы отырар кітапханасының өзі, біздің дәлеліміз, бізде кітаптың болғаны, Фарабидің мынау жаңағы осы отырардан шығып қазақ даласын, ұлы даланы танытқаны, оның бәрі біздің мақтанышымыз. Жаңа мен бекерден бекерге бас изеп бәрімен келісе беруге болмайды деп. Кеше біз қазақ хандығының 550 жылдығын тойлаған кезімізде де қазақтардың мемлекеті болған ба деп. Соның барлығы біз жаңағы келісе бергенімізден, біздің көнбестігімізден, біздің бас изегенімізден, біздің жалпы үніміздің шықпағанымыздан бізді сондай сауатсыз қылып көрсеткісі келеді. Оған еш уақытта келісуге болмайды. Сол үшін біздің жастарымыз да, үлкен кісілер де жаңағы іздену керек. Біз түп тамырымызды білмей, ұлттық кодымызды танымай, ел болуымыз қиын. Әр жас қазір, мынау мен қазақпын, ту менің қолымда деп солай жүрегі соғу керек. Бұл біздің алаш зиялыларының арманы болған. Қазіргі біздің өмір сүріп жатқан кезеңіміз, бұл сол біздің бабаларымыздың арманы орындалған тәуелсіз мемлекеттің азаматымыз. Жастардың да біздің де жаңа міндетіміз елімізді таныту, өзіміз тану, ынтымақта өмір сүру, әр қазақты жалғызым деп қадірлеу, құрметтеу. Жақсы. Әрине мәдениет туралы өзіңізден асып айтатын ешкім жоқ қой. Ешкім жоқ деген осы бір сөзді көп адам естуші едім. Мына бір пікірімден сол сөзді, жалпы сол ұғымға айналған сөзді дәлелдегендей болдыңыз. Енді мен негізі өзім жаңағыдай мен көп бұны естетін, менен асқан жазушы жоқ, менен асқан маман жоқ, менің соңынан ерген ақын жоқ деген, мен оған келісе алмаймын. Менен де мықты, Аллаға шүкір.
мәдениетті білетін, мәдениетке еңбегі бар адамдар бар болған, болады да бола береді деп айтқым келеді. Мен солардың бірімін. Әумин, солай болсын. Сіз сияқты үлкен, біз үшін ұлы саналған тұлғалардың саны көбейсе, ол әрине тағы да мәдениетіміздің тағы да бір өскен үлкен іс деп атауға болатын шығар. Қазақстанның мәдениеті, әлем мәдениеті өз алдына бір мәселе. Шымкенттің мәдениеті келіп көрейікші. Шымкенттің мәдениеті дегенде көз алдымызға не нәрсе елестеу керек? Жалпы Шымкенттің мәдениетін біз қалай түсінуіміз керек? Бұл Әбіш Кекілбаев айтқан екен бір кезде, оңтүстігі маман болса бір жағаға шығарады деп. Оңтүстіктің мәдениеті де, оңтүстіктің адамы да, ол бәр уақытта бір бөлек, орны бөлек. Жалпы оңтүстіктің тұзы жеңіл. Мынау қонақжай халық деп бізді мақтайды, бірақ жаңағыдай не шықса да Шымкенттен шығады деп даттайды. Оған да біз жаңағыдай келісе беретін жағдайымыз бар. Оңтүстіктің мәдениеті бәр уақытта биік болған, жоғары болған. Жаңағы мен айтып кеткен отырар кітапханасы жаңағы Шымкенттің, осы оңтүстіктің білімнің ордасы болған. Темірқазық осында болған. Мынау жаңағы не бір әулиелер мен әмбиелер осы жаңағы оңтүстікте жатыр. Мына Шымкенттің тарихы қазіргі ең көне қала, 2200 жылдық тарихы бар. Бұның барлығы біздің қазіргі жаңағыдай ең керемет қалада, шын қалада өмір сүріп жатқанымыз бұл үлкен мақтаныш. Бұның өркениеті қалай екен, бұл жаңағы өзінің мәдениеті бар, өзінің тарихы бар қалада өмір сүріп жатқан, біз жаңағы керемет бақытты тұрғындарымыз деп айтуға болады. Жақсы, осыдан мынандай бір сұрақ туды. Қарашы, біздің Шымкент қаласының биыл 2200 жылдық мерейтойы. ТМД-ның мәдени астанасы, енді ол бір бөлек мәселе. 2200 жылдық тарихы бар. Түркістан қаласы дейтін болсақ, Қожа Ахмет Яссауи атындағы кесене еске түседі бірден. Және оның өзіндік бір тарихы бар, бүкіл ТМД білетін, тіпті әлем мойындайтын. Енді осыда Шымкенттің тарихынан белгілі бір аңыз ескен оқиғаларыңыз бар ма? Енді Шымкенттің тарихы деп айтатын болсақ, Шымкенттің мәдениеті мына Қошқар ата. Біздің мына цитадельді қазір қолға алып жатыр ғой. Бұның өзі біздің бір, егер біз дұрыс жолға қоя болатын болсақ, бұл біздің визитный карточкамызға айналу керек. Мынау жалғыз республикамыздағы салт дәстүр, әдет ғұрып орталығы. Бұл бір былай қарап тұрғанда бір академиялық басында, енді мен осы мәдениетте басшы болып тұрған кезімде 60-тан астам мәдениет мекемелері ашылды. Соның бірегейі осы салт дәстүр орталығы. Бұл орталықты жалпы біздің салт дәстүрге, біздің мәдениетімізге жеңіл-желпі қарауға болмайды. Бұны тереңдетіп, бұны бір институттың мынау озық дәстүрлерді және тозып кеткен дәстүрлеріміздің бәрін зерттеп, жарыққа шығаратын, соның барлығын қай уақытта қалай дұрыс пайдалану керек екен. Сондай Шымкент десе, ол біздің әдет ғұрпымыз сақталып қалған, көне дәстүрлеріміз ұмытылып қалған. Бұл әрине жаңағы біздің тағы да біздің бүгінгі мынау Шымкенттегі ең көне базарымыз, ол біздің қонақ жайлығымыз, ол біздің дастарханымыз, ол біздің кухнямыз қазіргі айтып жатқан кезде. Шымкент десе сол жаңағы тек жылы ауа райы, қысқа ғана болатын, көктемі бір керемет әдемі Шымкент емес, ол жаңағы жан-жақты Шымкентті тек жаңағы бір шағын немен жаңағы 5-6 ауыз сөзбен жеткізуге болмайды. Ол әрине жаңағы адаммен, жарқыраған, жаңағы аңқылдаған адаммен, көп балалы отбасылармен, сонымен жаңағыдай біздің мақтанышымыз сол. Именно солай қалыптасу керек. Иә, солай қалыптасу керек деп ойлаймын. Гүл әпке, жалпы мәдениет саласында жүргеніңізге көп уақыт болды. Қазір де мәдениеттен алыстап кетпедіңіз, кете қоймадыңыз. Бала тәрбиелеу, шәкірт тәрбиелеу немесе қоғамға мәдениет тұрғыда әсер етуде өзіндік бір маңызы бар адамсыз. Енді айтыңызшы, сіз басшы болғаннан бері біраз уақыт өтті, Шымкенттің мәдениет саласындағы жаңалықтар деп қандай нүктелерді айтуға болады? Мен
өткенде әлеуметтік желіде осы мәселені қозғаған кезде мен өкпе ренішімді білдірдім. Негізі жалпы мен өкпелемейтін адаммын. Барлығын таразыға салып түсінуге тырысатын. Мен бір-ақ нәрсеге өкпеледім. Мына Отырар кітапханасының атын ауыстыру, Әл-Фараби деп беру. Бізде Әл-Фараби атындағы жаңа кітапхана ашуға да болады. Үлкен ғылыми орталық ашсақ та ол жаңағы артық болмайды. Бірақ жаңағыдай Отырар кітапханасы деп дайын тұрған кітапхананың атын ауыстырудың ешқандай бір қажеттілік жоқ деп ойлаймын да. Естеріңізде болса, мынау Әулие-атаға Жамбылдың атын берген кезінде Жамбыл жәкеміз кешірім сұрап Әулие-атадан жазған болатын. Жалпы Отырар деп айтса, ол жаңа Әл-Фарабиді еске түседі. Фараби десе, ол Отырар, ол егіз ұғым, егіз не. Бүгін жаңағы Отырар мен Фарабиді таластырудың қажет жоқ еді. Ол Отырар кітапхана болып қалу керек еді. Енді өкінішке орай, мынау кітапхананы негізі сол кездерде де кітапхананы жабу керек деген көптеген, менің 20 жыл мәдениет саласында жүрсем, соның ішінде 10 жыл кітапхананың қажет жоқтығын естіп келе жатырмын. Бірақ қажеті жоқ деген әкімдерге мен көптеген жаңа кітапханалар менің ұсынысым бойынша салынды. Соның бірі де бірегей осы жаңа Отырар кітапханасы. Отырар кітапханасын ашқан кезімізде бұл тәуелсіздік жылдары сол Отырар кітапханасына әлемге белгілі Александриядан кейінгі Отырар кітапханасына біздің мына жаңа ұрпақтың қойған ескерткіш еді. Отырар кітапханасының әлі де мүмкіндік болса, сол Отырармен қалдыру керек. Фарабиге арналған жаңадан кітапхана салса да қазіргі әкімдердің қолында ғой, жер бөліп. Мен мысалы Сингапурда болған кезімде мен көрдім жеке жаңағы кәсіпкерлер салған кітапханаларды. Біз егер қазіргі мына кешегі соңғы президентіміздің кітапхана туралы айтылған мәселелердің бәрі өте орынды. Кітап оқитын адамдар кітапхана жабылсын деп айтпайды. Бұл киелі нәрсе. Кітапханама мешітті мен тең деп ойлаймын. Сондықтан енді ерекшілігі өкінішке орай бүгін енді айтпасақ болмайтын шығар. Мынау бар нәрсені құрту деген мен үшін ол түсініксіз нәрсе. Мен Төле би ауданында 10 жылға жуық мәдениетті басқардым. Ол кезде де тапсырма келетін, кітапхана жабылсын, клубтардың бәрін жабу керек деп. Сол кезде мен Төле бидегі 33 кітапхананың бәрін толық сақтап қалдым. 16 клубын сақтап қалдым, 9 мәдениет үйін сақтап қалдым. 2000 жылы мәдениет жылы деген кезінде республикада жалғыз Төле би ауданы бүткіл 53 мәдениет мекемесін есігін айқара аштық та жұмысымызды жалғастырдық. Егер әр адам мынау менің елім, мынау менің жерім, мен ертең жақсы уақыт болған кезінде мен елдің бетіне қалай қараймын? Менің кезімде мынаны жабылып қалғаны қалай болады деп өзіне есеп беретін болса, мен ойлаймын жаңағы ондай қадамға бармайды. Бұл кітапхананың айлығы, кетіп жатқан бюджеттен қаржы жауып қоятындай қаржы емес. Одан да жаңағы сырап болып жатқан жерлердің бәрін білеміз ғой, мен бүгін оны айтпай-ақ қояйын. Бірақ кітапхананы жабу деген мәселе, мынау болам деген басшыға ондай ой келмеу керек. Оны істеу түгіл ондай ой келмеу керек деп ойлаймын. Жақсы, белгілі бір дана философ айтқан екен, бір кітапхана жабылса, бір түрме ашу керек деп. Сондай болып тұр ғой. Енді жалпы Шымкенттің мәдениетінде демек бір көңіл көншіте қоятын тұғын жаңалық жоқ. Мен жаңалық... Солай айта аламыз ба? Мен мысалы жаңағы мен өзімнің кезіммен бір эйфория болып жатқан жоқ. Мен керемет жұмыс істеп, менен кейіннің бәрі құрдымға кетіп қалды. Бірақ жаңа мәдениет деген сала ол жаңағы елдің мәдениетін көтеру үшін сондай ауқымды шараларды ұйымдастыру керек. Мысалы менің кезімдегі сол Шамшы аллеясындағы өтетін ел аса бір күтетін Шамшының ретро-фестивальдары бір керемет еді ғой. Қазір енді қайта-қайта телеарналардан көрсетіп жатады. Негізі сондай жобаларды, ол кімнің уақытысы болса да, қай әкім болса да, мен ойлаймын оның бәрі жалғасу керек. Мысалы жаңа Қанекей тілім сөйлеуші деген менің кезімдегі
шешендік өнер байқау республика деңгейінде өтетін. Соның арқасында біз қазір көптеген мынау тойды басқарып жүрген жігіттер, жалпы телеарнада жұмыс істеп жатқан, басшылыққа келіп жатқан, мына айтыс өнерінде көрініп жатқан жігіттердің барлығы сол жоба арқылы келді. Алғашқы қадамы сол жобадан басталды. Одан кейінгі мына мен жаңағы әлемді кітап арқылы танимын деген жобам бар. Мына балалардың арасында. Соларға мына кітапханаға адам келмейді, кітап оқылмайды деп айта береміз да. Бұл айтқаннан гөрі соны оқытатындай жағдай жасау керек. Мысалы жаңағы отбасында ата-анасы, әже, апасы кітап оқымайтын семьяда, отбасында, бұл жерде балдар оқымайды. А енді ондай отбасыларды кітап оқитын. Елбасымыздың өзі айтқан, компьютер меңгерген баланы ертең кітап оқыған бала басқарады деп. Кітап ол сенің досың, ол сенің ақыл-ойың, ол сенің бүткіл жаңағы азықты тегін беретін дүниеңді, оны қалай жоққа шығаруға болатын мен түсінбеймін. Жаңағы кітапты қалай сүймей, қалай кітаппен дос болмай өмір сүрудің өзі мағыналысыз өмір шығады. Сондықтан жаңағы мынау жобалардың бәрін одан да керемет жоба жасасын да, бірақ ел үшін. Ал енді бар нәрсені үзіп жіберу мен үшін түсініксіз нәрсе. Егер мен басшы болып жүрген кезімде жақсы жүзуге, менде жалпы қызғаныш бір сезім болған жоқ. Ол ел үшін керек дүниелер. Ал енді барлығын аллеяны қопарып тастап, ананың бәрін бұзып тастап, не ұттық, не беріп жатырмыз біз? Халық үшін, еліміз үшін өткізетін шаралардың бәрін жасау керек. Сол үшін мәдениет айлық алып отыр. Мен бүгін жалпы мәдениетті менен кейінгі адамдарды сынау үшін келген жоқпын. Мен енді өзімнің ойым. Мәдениет қызмет жасау керек еліне. Жалпы мәдениет саласындағы белгілі бір дәрежеге дейін мәдениет саласын меңгерген адам есебінде бұлай пікір білдіруіңізде толықтай хақыңыз бар деп ойлаймын. Мәдениетімен енді ішкі мәдениет туралы сөйлесіп көрейік. Жеке адамдар туралы сөйлесейік. Адамның ішкі мәдениет дегеніміз не? Адам ішкі мәдениетін қайтсе көтереді. Бұл енді ананың сүтімен, әкенің қанымен келетін де нәрсе ғой. Жай мынау көшеден тауып алған мәдениет ол бір бөлек, батыстан сіңірген мәдениет ол бір бөлек, ол бәрібір жаңағыдай біреудің киім екені көрініп тұрады. Жалпы саған жарасым демес екені көрініп тұрады. Әр отбасының, жаңа біз әңгімеміздің басында айттық, әр отбасының өзінің дәстүрлері бар. Мысалы менің отбасымда міндетті түрде бейсенбіден жұмаға қараған кеште біз балаларымыздың бәрі немерелерімізбен түгел жиналып, дастарханның басында керемет жаңағы әңгімелерімізді айтып отырып, бір-бірімізге деген құрметімізді білдіріп, мынау өткен ата-бабаларымызды, әке-шешелерімізді еске алып, соңында Құран оқып, одан кейінгі жаңағы немерелерімізбен, балаларымызбен Құран оқып болғаннан кейін бірге тұрып, намаз оқып, сөйтіп жаңағы ол біздің отбасының жалпы дәстүрі, ол бір мәдениеті. Одан жаман болып жатқан ешқандай жағдай жоқ. Қайта жаңағы өсіп жатқан немерелеріміз иманды. Одан кейін қараңыз, біз енді үлкен буын өмірден өтіп кетеді. Ертең мына біздің бар үмітіміз жастарымыз ғой, біздің ұрпақтарымыз. Егер біз оларға Құран оқуды үйретпесек, олар бізге қалай Құран бағыштайды? Егер біз оларға дастархан жайып, дастарханда жаңағы қызмет жасауды біз үйретпесек, оған кім үйретеді? Жалпы қазақтың кім екенін үлкен әжесі болып мен айтпасам, оларға кім айтады сенің қазағың осындай керемет екен деп? Жалпы өз-өзін сыйлауды мен үлкені болып үйретпесем, олар қалай бір-бірімен сыйласады? Осының барлығы ішкі мәдениет деп, сол отбасындағы мына бесіктен басталатын мәдениет, сол өмір бойы сенің шамшырағың болып өзіңмен бірге кететін дүние. Одан кейін жаңағы мына ойын еркін жеткізу. Жалпы жаңағы біз қазір ұстаздармен сөйлессең де, ата-анамен сөйлессең де, балдардың тілі жоқ, балдар сөйлей алмайды дейді. Неге біз сөйлетпейміз?
Неге біз балдарымыздың арманын білмейміз? Неге ол неден қиналып жүргені, қандай ой бар екенін білмейміз? Неге біз соларға еркіндік бермейміз? Еркіндікті ол жаңағы үйде мынау жаңағы қысып ұстап отырған бала ертең басқа жаққа оқуға түскен кезінде ол еркіндікті көтере алмай сол кезде бұзыла бастайды. Соның барлығы мынау мәдениет, отбасының мәдениеті, әулеттің мәдениеті. Ол бұзылмау керек. Оның жақсы жағын ары қарай ұрпақтар жалғастырып кету керек. Мына қазақта айтады ғой, қойшының таяғынан, келіннің аяғынан деп. Ол келген келін де сол дәстүрді ұғыну керек, соған бағыну керек, соны ары қарай ұрпақтарына жеткізу керек. Бізде өкінішке қарай сол бұзылып қалды. Кеше де мен кездесуде айттым. Үлкен қазір зәулім үйлер, керемет шаңырақтар салынып жатыр. Бірақ оны қара шаңырақ деп айтуға тілім бармайды. Себебі ол бір жатақхана, бір отбасының жатақханасы. Барлығы көшеден тамақ ішіп келеді. Кешке сол үйде қонып кетеді, бірақ бір-бірімен жылулы жоқ, қарым-қатынас жоқ. Ол сол жатақхананың тұрғындары деп есептелейді. Мен солай есептеймін. Ал енді жаңағы отбасы бар, шағын ғана үйде отыр. Ол жерде баланың күлкісі, ол жерде жаңағы бақытты тар үйде тамаша болып жатыр. Одан артық бақыт бар ма? Ол да бір мәдениет. Ертең сол отбасынан бауырмал азаматтар шығады. Солар ұлтына, қазағына қызмет жасайды. Жақсы. Жаңағы сөзіңізде айтып қалдыңыз. Бала еркіндікке шыққаннан кейін еркіндікті басқаша түсініп кетеді. Түрлі бағыттарға кетіп қалуы мүмкін. Осыған байланысты бейресми статистикаға сүйенетін болсақ, 1992 жылдан 2015 жылға дейін 3 миллионға жуық қыздар тараптан аборт жасатылған екен. Енді қазір өкінішке орай аналар үйі де бар. Мектеп жасындағы жас қарындастарымыздың да оңып тұрған шамалы. Енді барлығына бірдей топырақ шашпаймыз. Енді болашақ аналар туралы айтыңызшы, олар қандай болуы керек? Қазақта бір керемет, біздің бабаларымыздан келе жатқан әрі өсиет, әрі бізге бір берілген бағыт-бағдар деп ойлаймын мен. Жаңа қызым өскенде жақсымен көрші бол деп айтады. Ұлым өскенде де тағы жақсы бармен көрші бол дейді. Жалпы біз арғы өмірге өткенде де жаңа төрт жақтағы көршілерін жақсы деп айтпасақ, біз жаннатқа бара алмайды екенбіз. Сондықтан мына адамның өмірінде көршінің, ауылдастың, көршінің мына болмысы да жалпы біздің өмірімізде рөлі де бөлек, өте жоғары. Ал енді мынау қазіргі некесіз туылып жатқан балдар, абыройы төгілген қыздар, үйінде отырып жаңа босанып қалу, аналар үйін толтырып жатқан жетімдермен, бұл біздің қоғамның қазір бір қансырап тұрған жарасы. Оны айтқан кезінде ана ретінде менің де көңілім түседі. Ертең сол балдар есейеді, солар өкпелі балдар ертең азамат болады. Өкпесі жазылмай, ол өкпелі күйінде отбасын құрады. Сөйтемізде жаңағыдай көңілсіз күйде туылған бала бір қайбір мәз болады дейсіз. Сондықтан біздің мынау айтылады ылғида. Егер біздің бұл мәңгілік бір мәселе болып қалды, мына әке мен баланың арасындағыдай мәселе, мынау қазіргі қыздың мәселесі бір өте ауқымды, бұрын соңды болмаған бір үлкен неге проблемаға айналып кетті. Бұрындары егер үйінде отырып қыз жүкті болып қалса, ол бүткіл ауылға, әулетке деген бір үлкен ұят тірлік болатын. Қазір бұның барлығына үндеме деп біз бәріне тағы бас изеп бәрін келісіп жатырмыз. Аман болса болды дейміз да, аман болғырлар көбейіп кетті бізде. Ал енді оның бәрі неден? Себебі ана қызына дұрыс тәрбие бере алмайды. Егер ана мен қызы сырлас болмаса, ана қызына талап қоя алмаса, ол қыз
бір көшедегі құрбысы тәрбиелейді, не болмаса қоғамда қоғам тәрбиелейді. Жаңағы бұзылған, өзі іздегенге сұраған табылады ғой. Сол іздеп жүрген кездеседі да сондай абыройсыздыққа барады. Бірақ егер біздің ер азаматтарымыз да мықты болып жатса, ол бүгін біреудің қызын ермек қылып солай тастап кетсе, ертең оның қарындасын да, оның қарындасы болмаса, әпкесін, не болмаса ертең қызын да біреу, бұның бәрі өмірде бумеранг бәрі қайтып жатады. Сондықтан сондай тірлікке баратын кезде бір сәт ойлану керек, осының бәрі ертең менің алдыма келсе қалай болады деп. Мен енді жасым біразге келгеннен кейін мен қазір көріп те жатырмын. Кім не істесе, соның бәрі қайтып атқанын. Кеше бақытты болған адамдардың бүгін жаңағы көзінің жасы тиылмай, көз жасы кетпей жатқандарды көріп жатырмын. Себебі олардың өмірлері солай болды. Не істеді, соның бәрін жинап жатыр. Мына 5 күндік жалғанда, қысқа ғана ғұмырда, қамшының сабындай ғана қысқа ғұмырда мүмкіндік болғанша жаманшылық жасамау керек. Істеп атқанда да жаманшылықты ойлану керек, бұл маған қалай қайтады. Мен айтарым, не істесең де еселеніп қайтады. Жақсылығың да еселеніп қайтады. Жамандығың 10 есе көбейіп қайтады. Жақсы. Сондықтан ойланып істеу керек. Әрине жақсылық еселенген дұрыс, ал жамандық еселенбесін деп тілейік. Енді жалпы сұхбатта қорытындылай келе айтыңызшы, биыл Шымкент қаласы ТМД-ның мәдени астанасы болды. Біз мәдени астанада не ұттық, не ұтылдық, мәдениетімізді қаншалықты импорттай алдық, жалпы мәдениетімізді ТМД қаншалықты таныды? Енді бұл енді бір керемет үлкен мүмкіндік еді. Бірақ мынау жағдайға, әлемдегі болып жатқан жағдайға байланысты біз толық өзімізді көрсете алмадық. Бұл өкінішті жағдай. Жалпы бір Димашымыздың өзі әлемді мойындатып отыр ғой. Сол сияқты бізде де көп нәрсені көрсетуге болатын еді. Оның үстіне жаңағы Димаш арқылы қазіргі бүгінгі қазақты әлем жақсы көріп отыр, әлем танып отыр. Біздің тарихымызды зерттеп отыр. Кеше біз кім едік? Біздің бодандықта болғанымызды біліп отыр. Қазіргі мынау қазақтың ең сұлу халық екенін де мойындап отыр. Мәдениетіміздің мынау керемет Димаш арқылы жетіп жатқан күйлеріміз, әндеріміз, бұл біздің кешегі тарихымыз, бүгінгіміз, ертеңгіміз. Сондықтан біз енді толыққанды көрсете алдық, біз мойындаттық, біз өзіміз туралы айтқыздық деп мен айта алмаймын. Бұл мынау жағдайға байланысты. Ал енді жалпы біз осының барлығын егер мен өз басым қазір не қылатын болсақ, осы жыл аяқталмай жатып, осы желтоқсан айының соңғы 10 күндігінде ме, жоқ 15 күндігінде ме, мен бір социологический бір опрос жасар едім. Жалпы анкета таратып, не берді деп. Себебі биылғы жағдайда қорытынды жасау керекпіз. Бұл өзімізге керек. Оны жаңағы насихаттау, біреуге есеп беру үшін емес. Жалпы біз не ұттық, қай жерден ұтылдық, не істеуге болады. Сол жаңағы анкета өзі көп нәрсені дәлелдеп, бұл келешекке бағдар болар еді. Жақсы, әрине. Олай болса, сұхбаттың негізгі бөлімін аяқтайық. Қорытынды сөйлесемде, жалпы қазақтың әр баласы, әрбір қазақстандық Димашқа айналсын деп тілейік. Димаш сияқты, қанекей Димаш сияқты болса. Қазақты танытатын ұлдары болсын. Әрине. Және жаңа опросқа байланысты мәдениет басқармасына ұсыныс жасаймыз. Жастар мен тәрбие жобасының атынан мүмкін қадағалайтын шығармыз, мүмкін басы қасында болатын шығармыз. Әрине алдағы уақытта көрінеді, бірақ керек-ақ жоба екен. Себебі өзіміз жасаған жұмыстың нәтижесін бірінші өзіміз қаншалықты дәлелдедік, өзіміздің халық қаншалықты көрді. Себебі ол нәрсені бірінші өзіміз үшін жасадық. Нәтижесін өзіміз көруіміз керек. Жақсы, келесі сұрақтың Айдардың екінші кезеңі, жалпы сұхбаттың екінші кезеңі философия майдан деп аталады. Бұл майданда жалпы мен сізге сұрақ қоямын, сіз сұраққа 30 секундта ойланып жауап беру қажет боласыз. Әрине, аздап қиындық тудыруы мүмкін, бірақ мүмкіндігі барынша өте сапалы, жақсы жауаптар күтеміз. Себебі тарихта қалады, Алла қаласа барлық нәрсе. Дайынбыз ғой? Көрейік.
тырысып көрейік. Ана болу маңызды ма, басшы болу маңызды ма? Әрине, ана болу. Біздің әр өмірге келген қыз, ол біреуге адал жар болу керек. Ол бақытты ана болу керек. Ол ұрпақтарымен адамның өмірі маңызды, сол ұрпақпен. Перзент сүймей адамның мейірімі қанбайды. Бірақ жаңағы ана бола жүре басшы болуға да болады. Екеуін бірге үйлестіру керек. Жақсы. Ананың айнымас кесімі деп нені айтуға болады? Ана қай кезде шешімін өзгертпейді? Перзенттеріне қатысты болған кезде өзгерте алмайды. Қыз ауыр ма, тұз ауыр ма? Екеуі де ауыр. Мына сұраққа кеше өзіңіз басын бастап бердіңіз. Қазақтың күйеу баласы қайда жоқ? Сол қиын екен, қайда жоқ екен. Қазіргі мынау әлемде қазақтың қызының жүрмейтін жері жоқ, қазақтың ұлының жүрмейтін жері жоқ. Ұлымыз күйеу бала болып жатса, біз қатты ренжімейміз ғой, бірақ қызымыз күн болып жатса, бұл бізге түскен бақ. Өз елінде бақытты болсын екеуі де. Өз қазағымен анау Төрәлінің әні бар ғой, кеседен басқа ерні тимеген қазақтың қызы сондай биікте болсын. Өз қызымен, қазағымен бақытты болатын ұлдарымыз болсын. Әрине, дұрыс. Қазақ қыздарына ғана тән үш қасиетті атап беріңізші. Қазақтың қызы менің немде жаңағы ол пәк. Қазақтың қызы босағаны пәк болып аттау керек. Сонда ғана ол бақытты болады. Бұл бір. Бұл бір. Қазақтың қызы ол бақытты қыз. Себебі қазақтың қызымен бірге байлық та, ырыс, несібе де барлығы бірге жүреді. Бұл екі. Екі. Қазақтың қызы ол сұлу. Ішкі дүниесі де сұлу. Келісті, әдемі. Осы үш қасиеті де жоғалмаса деп тілеймін. Әмин. Достықтың формуласы қандай? Шын досың, адал досың, ол сенің жан сарайының жұмағы. Керемет. Бір сөзіңізде достарыңыздың арасында әйел кісілерге қарағанда ер кісілер көп депсіз. Бұның сыры неде? Мен енді туылғаннан біздің көшемізде мен жалғыз қыз болдым. Достарым, солармен, ұл балдармен бірге өстім. Одан кейін оқыған кезімде де менің негізгі ортам көбінде ер азаматтар болды. Содан кейін Казгудың журфагын оқығанда да көбінде ер азаматтар. Жалпы мен өзі болмысымда, менің жолымда, ортамда ер азаматтар көбірек болды. Сондықтан достығым ер жігіттермен мынау 30-40 жылдан бері араласатын достарымның көбі ер азаматтар. Содан кейін ер азаматтар болған екен, олардың әйелдерімен доспын. Жақсы. Бірақ ер азаматтардың тағы да қоғамдағы бірінші орында тұратындығын дәлелдеген сияқтысыз. Келесі сұрақ. Голландия астанасында 350-ге жуық қарттар үйі бар екен. Ал біз өзіміздегі қарттар үйінен қайтсек құтыламыз. Бірақ мәселе бұны мынау, егер біз анамызды ақ сүті үшін қарыздармыз деген сол парыз жүрегімізде тұрса, мен мына әкем болмағанда мен бұл өмірге келер медім деген әкеге құрметіміз арта беретін болса, екеуін де асылдарым деп құрметтесек, біз оларды басқа жерге апарып тастауға, бір жерде түнеуге мүмкіндік бермес едік. Қай перзентіңізді көбірек жақсы көресіз? Үшеуін де жақсы көремін. Үшеуінен тараған ұрпақты да жақсы көремін. Тең көресіз? Тең көремін. Ғалымдардың болжауы бойынша отбасы құру уақыты алдағы уақытта 30-35 жасқа жетуі мүмкін. Сіз қалай ойлайсыз? Отбасы құруға ең ыңғайлы уақыт қайсы уақыт? Ол өзіңнің адал жарыңды кездескен уақытында қолайлы. Тоқыраудың ең қатерлісі сенімнің тоқырауы. Кімге сенесіз? Аллаға сенемін. Адам сауаты артқан сайын қатыгездік азаю керек. Қатыгездік азайды ма? Имансыздарда қатыгездік ол өмір бойы жүреді. Иманың мықты болса қатыгездік жоламайды. Ең жағымды нәрсе не? Жылы сөз, мейірімді көз, күлімдеген
жанарың, сол жаңа күлімдеген Шынайылық дейсіз ғой. шынайылық. Ал қыз жасыңызды 6 сөзбен сипаттап беріңізші. 60 сол әдемі жас екен. Мынау күздің әдемі кезі, сан алуан бояулармен. Бұл 60 жас деген есеп беретін кез екен. Кім едім, кім болдым, неге қолым жетті, не істедім, қандай із қалдырдым. Бұл 2000. Үшіншісі, бұл мейірімнің қанатығын бала сүйіп, немере сүйіп, маңдайынан иіскеп, бұл жаңағы мейірімнің қанатын кез екен. Төртіншісі, бұл құлшылығының артатын кезі. Бұл, намазда көзіңе кейде жас толып, Алладан, Тәңірден елдің бейбітшілігін сұрап, амандығын сұрап, әсіресе кеше ғана індет кезіндегі сол 60 жас деген құлшылығының артатын кез екен. 5? 5 бұл мынау көрегендігің екен. Немерелеріңе қарап, солардың жаңағы болашағын болжай алатын кезің екен. Әрқайсының бойына бір керемет қасиетті көрген кезде. Мен қазір бүгін сіздерге ертіп келген немерем керемет сурет салады. Болашақ суретшіні көріп тұрмын бойынан. Сол бір көрегендік деген қасиет пайда болады екен. 6 бұл кемелденген жас. Таразының қай жағы ауыр, қай жағы жеңіл екенін ажырата алатын кез. Жақсы. Ең қауіпсіз кеме, жағадағы кеме, қазіргі қазақ мәдениетінде қандай қауіп бар? Біз жалқаулыққа үйретіп алдық. Мына фонограмма, ең ақырғы жаңағы тілек айтуға дейін жаңағы жазып алып сөйлейтін. Жалпы шынайы жүректен шыққан сөз жүрекке жетеді. Әрбір сөзіңді жаңағы толқып айтсаң, одан ұтымды нәрсе жоқ. Сондықтан шынайылық. Ешқандай бір жасампаздық болмау керек деп ойлаймын. Жақсы. Енді бұл сұраққа шынайы жауап беріңіз. Ең қауіпсіз кеме, жоқ, қателестім, әйелдің басы екеу болатын болса, бір басын не үшін, қандай жағдайда құрбандыққа шалуы мүмкін? Баласына қауіп төніп тұрған кезде. Баласы үшін ана жанын береді. Мәдениет басқармасы дегенде біз нені еске алуымыз керек? Мәдениет басқармасы деген кезінде бұл қарамағында мыңдаған адамдар қызмет жасайды. Олардың бәрінің екі көзі бар, бір тілі бар. Солар жерге қарамайтындай әрекет жасау керек. Жауапкершілік. Ол сен тек қара басыңды ойламайсың. Басшы жаман болса, соның барлығы ұялады сен үшін. Соларды ұятқа қалдырмайтын жүріс тұрсын болу керек. Қызметің сондай болу керек. Ақыл, қайрат, жүрек. Қайсысы абзалырақ? Бірге болады, бөлігі болмайды. Біз қайтсек, толық ұйысамыз. Біздің ынтымағымыз жарасып, мынау Алатау батырдың қабірінде сүті қазақ деп жазылған екен. Біз қазақ бір ананың балдарымыз. 100-ге бөлсек те, ата-атаға бөлсек те, бірақ жаңағы біз ұйысқан бір қазақ болып қалу керек біз. Қазақ қазақты жамандыққа қимау керек. Қазақ жүрген жерде қауіп болмау керек. Бір-бірін ұрып кету, жаңағыдай бір бұрыштан шығып басын жарып кету деген ондай нәрсе болмау керек. Біз көп емес, біз жаңағы бір-бірімізді жаңағы жеңіл бір-бірімізді жоқтап отыратын. Жақсы, демек қауіп басым дейсіз ғой. Сізге ең көп қойылатын сұрақ қандай? Әйел болып, әже болып, басшы болу қиын ба деп сұрайды. Қиын ба? Қиындығы да бар, өзінің рахаты да бар, өзінің жақсылығы да бар. Себебі ол екінің біріне берілмеген бақыт. Егер сен өзіңнің жүрегіңмен сенің тіршілігің бірге қатар жүріп жатса, тіліңмен басың бір-бірімен келісімде болса,
онда барлығы дұрыс болады. Енді махаббат туралы сұрап көрейік. Махаббаттың формуласы қандай? Енді екі адам кездескеннен кейін біріне-бірінің көзі түсіп, бір-біріне қол ұстасып шыққаннан кейін сол ақырғы күнге дейін сол қол ұстасып өту керек деп ойлаймын. Мен үшін үлгі менің ата-анамның махаббаты. 50 жылдан астам бірге тұрды, алтын тойын жасады. Бірақ біз еш уақытта екеуінің бір-біріне жаңағы қатты сөйлегенін естімедік. Өкінішке орай мен елімнен ерте ажырадым, ерте қалып кеттім. Ол кісі балдар әлі мектепте оқып жүрген кезінде өмірден өтіп кетті. Сондықтан махаббат туралы көп айта алмайды екенмін. Түсінікті. Шымкенттің интеллектуалды жастары деп кімдерді айта аласыз? Қандай жастарды айта аласыз? Мен өзімнің өмірімде керемет мықты жастар кездесті. Соның көбі менің шәкірттерім болды. Мына Біржан Байтуовты айтар едім. Қазір мынау Айнұр Қаратай деген қыз бар. Жақында осы 1-2 күн бұрын ішкі саясатқа басқармасына жұмысқа кіріп жатыр. Мен болашақ сол басқарманың бір керемет басшысы болады деп. Мына опера балет театрында Әлімжан Маменов деген жігіт жүр, менің шәкірттерім. Сондай бір менің бағыма қарай ақылды мықты жастар кездесті. Сізді көріп қуанып отырмын осындай бір жастардың барына. Бәрін қазір айтып түгелдеу мүмкін емес. Жалпы бар, бір топ жастар бар. Мықты жастар көп. Оған қуану керек. Осы жобада келесі жолы кімді көргіңіз келеді? Бұл жобаға мынау осы 1-2 күнде 55-ке келеді. Фатима Жүнісова деген журналист бар, ақын бар. Біз өзі екеуміз көпте хабарласпаймыз, бірақ екеуміздің де кітаптарымыз қатар шығып жатады. Мен ол қызды, енді Фатима Жүнісова, мен өте құрметтеймін, жақсы көрем, сыйлаймын. Айтары бар қыз. Сол Фатиманы айтар едім. Содан мәдениетке көп еңбек еткен, көп шәкірт тәрбиелеп келе жатқан, мен ұстазым деп санайтын Жәнібек Тағаевты көргім келер еді. Мынау салт дәстүр орталығына директор болып Алматыдан жақында келді. Сұлтан Сырайыловты кезінде осы жігіттерді мен Алматыдан театр басқаруға шақырған болатынмын. Осы жігіттерді осы жобаға шақыруға болады. Жақсы, дәл осы сұрақтың шарты бойынша біз қолға салған күні сол кісілерді осы жобаға шақырып беретін боласыз. Жарайды. Келістік. Керемет, рахмет. Осындай кішігірім бір қулық болды, ренжімеңіз. Жобаның жалпы ең соңғы сұрақ, осы жобаны 3 сөзбен сипаттап беріңізші. Жобаларыңыз маған ұнады. Заманауи. Мынау зиялы жастардың арасында бір өзінің мынау жалпы жаңағы біздің газеттеріміз бар, телеарналарымыз бар. Мынау бір жаңа орта екен, жаңа орда екен. Құтты болсын айтқым келеді. Одан кейінгі бір шынайы екен. Сіздердің мынау сұрақ беріп қойып, дайындалғызып, содан кейін барып келісіп алып, ондай емес. Мынау айтыс өнеріндегідей импровизация бар. Қазақ бәр уақытта сөзге шешен болған. Өз ойын еркін жеткізетін алаң екен. Барлығы баянды болсын. Одан кейін тек үлкен мына танымал азаматтар емес, бұл жобаға оқушыны да шақыруға болады екен. Мына қазір Галкиннің жобалары бар ғой, кішкентай балдарды шақырып, олардың өзін сөйлеткізіп жатыр. Бала өзі періште ғой, көңілдегісін, ойындағысын айтады. Сіздердің жобаларыңызға жаңағы көп деген эксперименттер жасауға болады екен. Бәрі баянды болсын. Мен сіздердің жобаларыңызды қолдауға дайынмын. Той шіркін, рахмет екен. Олай болса, жобаны қорытындылайық. Бірінші, жалпы жоба ұйымдастырушылардың атына бүгінгі биылғы
бүгінгі деп айтқан кешінде 60 жылдық мерейтойыңызбен кішкентай алса 90 рұқсат қой. Иә. Құрметті Күлия Айдарбекова, сізді 60 жасқа толған торқалы тойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Осы таңда адам өмір жолындағы асқар биігі 60-тың шыңына шығып отырған сізді көпшілік мемлекетіміздің қайраткері, ғұмырын Қазақстан болашағына арналған аяулы ана ретінде таниды. Сізге зор денсаулық, қажымас қайрат, бақыт және жұмысыңызға сәттілік тілей отырып 60 жылдық мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Силкой халықаралық университетінің ректор және жастардың айтары бар жобасының қатысушылары. Құттықтаймын әпке. Құдай қаласа 90 жылдық мерейтойыңызда бірге жүздесе берейік. Рахмет. Және де жоба ұйымдастырушыларының атынан кішкентай сыйлық, жаңағы түскен бірінші сурет. Арнайы осындай әдемі шығарып дайындап. Міне сюрприз. Рахмет, біз осындай сюрприздерді көбірек дайындауға тырысамыз. Өзіңіз жобаны қорытындылай жіберсеңіз. Мен келген сіздер шақырған кезде мен негізі бұл жобаны білген жоқпын. Одан кейін қарап шығуға да мүмкіндігім болған жоқ. Жаңа өзіңізге де айттым. Жас жігіт, мынау жаңағы айтары бар, ойы бар азамат шақырғаннан кейін мен жасым үлкен болып, мен жасты сыйламасам, ол да маған жараспайтын тірлік. Сізге айналайын, өмір жолыңыз ұзақ болсын. Амин. Үлкен абырой тілеймін. Басыңыздан бақ кетпесін. Қазақ еліне шаршамай қызмет жасай беріңіздер. Бұдан да барлық өзі керемет дүниелер осындай шағын жерден, асханадан басталған. Сіздердің де мына кішкентай шағын жердің өзі бір болашағы үлкен болсын деп тілегім келеді. Әумин, рахмет, сіздің батаңызды алу оңайлықпен. Жалпы оңай емес. Олай болса, құрметті көрермендер, жастардың айтары бар жобасы бүгінге аяқталды. Келесі қонақ өте саяси тақырыпта көбірек әңгіме айтатын боламыз. Олай болса, қош, сау болыңыздар.